Ешкімге құпия емес, күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер, Жермен салыстырғанда ол өте алып көрінеді. Бірақ бүкіл ғалам аясында қарасақ, тіпті Юпитердің өзі кішкентай болып қалады. Бұл шығарылымда мен сіздерге ғаламдағы ең үлкен планетаны көрсетемін, сондай-ақ ең ерекше планеталар мен таңғаларлық ғарыштық теориялар туралы айтып беремін. WASP-17 планетасының ашылуы ғылым үшін үлкен жаңалық болды. Бұл экзопланета Жерден шамамен 1000 жарық жылы қашықтықта орналасқан, және бірнеше ерекшелігі бар. Біріншіден, бұл кері орбита бойынша айналатын алғашқы табылған экзопланета. Яғни, ол өз жұлдызының айналу бағытына қарсы қозғалады. Екіншіден, бұл нағыз алып планета. Ғалымдардың айтуынша, ол Юпитерден шамамен 1,9 есе үлкен. Оның диаметрі белгілі барлық экзопланеталардан үлкен. Тіпті кейбір жұлдыздардан да үлкен, мысалы, шағын жұлдыздардан асып түседі. Бұл ғалымдарды таң қалдырды, өйткені теория бойынша мұндай планета мүлде болмауы керек еді. WASP-17 физика заңдарын бұзып тұрғандай көрінеді. Сонымен қатар оның тығыздығы өте төмен, сондықтан ол босаң планеталар қатарына жатады. Бірақ бұл планетаның да бәсекелесі бар, HAL-67. Зерттеулерге қарағанда бұл планета WASP-17-ден де үлкен болуы мүмкін. Сонымен қатар ол ең тығыздығы төмен планета болуы ықтимал. Бұл планета өз жұлдызына өте жақын орналасқан, және оны толық айналып шығуға 5 күнге жетпейтін уақыт кетеді. Жақында тағы бір ерекше планета табылды, 9779. Ол өз жұлдызына өте жақын орналасқан, соншалықты жақын, бір айналымды небәрі 19 сағатта жасайды. Ғалымдардың айтуынша, оның температурасы болаттың балқу температурасынан да жоғары болуы керек еді, сондықтан ол бұрыннан буланып кетуі тиіс еді. Бірақ есептеулер оның температурасы шамамен 2000 екенін көрсетті. Бұл қалай мүмкін? Себебі планета қалың бұлттар арқылы жарықты кері шағылыстырады, ал жылу инфрақызыл сәуле ретінде қайта ғарышқа таралады. Тағы бір мүмкін емес планета PG-367. Ол өз жұлдызын небәрі 8 сағатта айналып шығады. Бұл өте жылдам. Салыстыру үшін, Меркурий күнді 88 күнде айналады. Бұл планета Жерге қарағанда 500 есе көп радиация алады. Мұндай жағдайда атмосфера толық жойылуы керек еді, бірақ ол әлі де бар. Енді планета емес, басқа бір құбылысқа өтейік, қара құрдым. Жақында ғалымдар құс жолы галактикасында жалғыз жүрген қара құрдым тапты. Ол секундына 45 км жылдамдықпен қозғалады, және Жерден шамамен 5000 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Ғалымдардың пікірінше, ол супернова жарылысы кезінде лақтырылып, галактикада жалғыз саяхаттап жүр. Бұл қара құрдым бізге қауіп төндірмейді, бірақ ғалымдар мұндай объектілер өте көп болуы мүмкін деп санайды. Сонымен қатар, жақында ерекше қара құрдым табылды, ол жұлдыздарды жұтпайды, керісінше олардың пайда болуына көмектеседі. Ол газ бұлттарын сығып, жаңа жұлдыздардың түзілуіне ықпал етеді. Ғаламның пайда болуы туралы ең танымал теория үлкен жарылыс. Бірақ кейбір ғалымдар ғалам екі әлемнің соқтығысуынан пайда болды деп есептейді. Тағы бір қызық теория ғалам голограмма болуы мүмкін. Яғни, біз 3 өлшемді емес, 2 өлшемді әлемнің ішінде өмір сүріп жатырмыз. Пульсарлар ғарыштағы ең жұмбақ объектілердің бірі. Олар тұрақты импульстар шығарады. Кейбіреулер бұл сигналдарды бөтен өркениеттердің хабарламасы деп санайды. Ал ең үлкен жұмбақтардың бірі қара энергия. Ғалымдардың айтуынша, ғаламның тек 4 ғана кәдімгі материядан тұрады. 26 қара материя, ал 70 қара энергия. Қара энергия ғаламның кеңеюін жылдамдататын күш. Кейбір теорияларға сәйкес, оны бақылау ғаламның өміріне әсер етуі мүмкін. Қарапайым тілмен айтқанда, біз ғаламды бақылау арқылы оның соңын жақындатуымыз мүмкін. Қалай ойлайсың, ғаламның соңы қандай болады?